Фильм жасөспірім Дэвистің өзінің сүйіктісімен көңіл көтеріп жүрген сәтінен басталады. Келесі көріністе Дэвистің есірткі сақтап, оны қайта сату ниетімен тұтқындалғанын білеміз. Одан кейін Ангел есімді кейіпкермен танысамыз. Ол шабуыл жасап, көлік ұрлағаны үшін ұсталады. Соңында фильмнің басты кейіпкері Бутчпен танысамыз. Ол бір агентпен ұрысып жатады. Агент оны бірнеше рет шапалақтаған соң, Бутч ашуға мініп, оған шабуыл жасайды. Нәтижесінде Бутч агентке қол жұмсағаны үшін тұтқындалады. Бутч, Дэвис және Ангел Монтана штатындағы кәмелетке толмағандар түзету мекемесіне жіберіледі. Олардан офицерлер қару немесе басқа да тыйым салынған заттарды жасырып жүрмегенін тексеру үшін иіліп, қатты жөтелуді талап етеді. Кейін оларға жеке киімдерін шешуге бұйырады. Нақтырақ айтсақ, 16 жастағы Дэвис мариуана сақтағаны үшін тұтқындалған. Ал Ангел ең жас, ол небәрі 15 жаста. Сол сияқты 17 жастағы Бутч фильмнің басында агентке шабуыл жасаған соң, басқа мекемеден ауыстырылған. Толық тексерістен кейін мекеме қызметкерлері оларға түрме киімдерін береді. Кейінірек басшы Сенс жаңа тұтқындарға нұсқаулық береді. Ол мекеменің ережелері мен қауіпсіздік шаралары жайында түсіндіреді. Сенс қару-жарақ, пышақ, заңсыз заттар мен порнографияға тыйым салынғанын атап өтеді. Сонымен қатар, мекеме ішінде топ немесе банда құруға болмайтынын, мұндай әрекеттер қатты жазаланатынын ескертеді. Егер қандай да бір мәселе туындаса, немесе сұрақтары болса, қатаң, бірақ мейірімді қадағалаушы Гудирге жүгінуге кеңес береді. Гудир жігіттерді жатақханаға апарып, төсектерін бөліп береді. Ол кәмелетке толмаған тұтқындардың түрлерін, деңгейлерін және киімдерінің мағынасын түсіндіреді. Киімнің түсі мен үлгісі олардың деңгейін көрсетеді. Барлық тұтқындар ең төменгі деңгейден бастайды. Олардың тәртібі мен мінез құлқына қарай деңгейлері өзгеріп отырады. Прогресс көрсеткендер келесі деңгейге өтеді. Бұл деңгейдегілер қара шалбар мен поло жейде киеді. Олар өткен қателіктерінен сабақ алып, қоғамға қайта қосылуға дайын екенін көрсеткендер. Жоғары деңгейдегілердің кей артықшылықтары бар. Олар мекеме ішінде белгілі бір қызметтер атқара алады. Керісінше, тәртіп бұзғандар немесе қауіпті әрекеттерге барғандар төменгі деңгейге түсіріледі, және олар қызғылт сары киіммен ерекшеленеді. Гудир сөйлеп тұрған кезде Бутч есінеп жібереді. Гудир оның ісін оқып шыққанын айтып, сөздеріне мұқият болуын талап етеді. Келесі көріністе Бутч асханада кешкі асқа кезекте тұр. Бірақ бәрі басталған күннен бастап жақсы жүрмейді. Өйткені тұтқындардың бірі Бэнкс оның бас бармағына ыстық тамақ төгеді. Бэнкс жоғары деңгейдегі тұтқын болса да, ол ең қорқыныштысы. Бұл кездейсоқтық болуы мүмкін, бірақ шын мәнінде Бэнкс жаңадан келгенге кімнің басты екенін көрсету үшін әдейі істегенге ұқсайды. Ашу ішіне сыймай тұрған Бутч сабыр сақтап, қызғылт сары киім киген тұтқын Макспен бірге отырып тамақтанады. Макс ақылды әрі еркін мінезді адам. Үнемі әкімшілікке қарсы әрекеттермен көзге түседі. Макс Бутчқа Бэнкске мән бермеуді айтып, ол сонда ғана тыныш қалатынын ескертеді. Тамақтан соң Макс Бутчпен жақын танысуға аса ниет білдірмей кетіп қалады. Бутчтың алғашқы күні және түні сабырлы әрі тыныш өтеді. Келесі таңертең Гудир бөлмеге кіріп, бәрін оятады. Екінші күн мекеменің еденін жуудан басталады. Гудир Ангелоны шақырып кетіп қалады. Осы кезде Бэнкс пен оның достары Луни және Эккерсли келеді. Бэнкс Дэвиске қорқытып, оны мазақтай бастайды. Алдымен ол дос болғысы келгендей кейіп танытып, кейін Дэвистің аяқ киіміне қарап, өлшемін сұрайды. Содан соң оны өзінің ескі аяқ киіміне ауыстыруға мәжбүр етеді. Ыза мен ренішке булыққан Дэвис Бэнкстің ескі аяқ киімін киеді. Сол кезде Бутч басқа жерде еден жуып жатып, ұйықтап қалады. Гудир оны оятып, жұмысын жалғастыруды бұйырады. Біраздан соң Бэнкс пен оның достары Бутчқа жақындап, оған түкіріп, жуып болған жерлерінде түкіруге кіріседі. Бұл әрекет Бутчты ашуландырғанымен, Гудир оны қайта шақырып, жұмысты жалғастыруды талап етеді. Бэнкс пен достары кетіп қалады, ал Бутч ештеңе болмағандай жұмысын жалғастыра береді. Келесі көріністе Бэнкс есірткі салынған дорбаны Шэдоу атты тұтқынға береді. Сол түні бәрі басқаша болады. Бэнкс, Эккерсли және Луни түнде оянып, Бутчтың төсегіне жақындайды. Олар оның аузын жауып, қатты соққы береді. Бэнкс оның ішіне соққы жасап жатқанда, екінші біреуі бетіне ұрады. Бірақ Бэнкс оны тоқтатып, бетіне тимеуді ескертеді, өйткені көрінетін із қалады. Келесі күні таңертең күзетшілер әдеттегідей бәрін оятады. Бір күзетші Ангелдің төсегін дұрыс жинамағанын айтып, оған ұрсады. Ангел оған қарсы сөйлеген соң, оны жаза ретінде жалғыз камераға отырғызуға шешім қабылдайды. Осыдан кейін Гудир бәріне кетуге рұқсат береді. Бірақ Бутчты жарасына байланысты біраз ұстап қалады. Ол оның көзіне не болғанын сұрайды. Бірақ Бутч түнде сүрініп құладым деп өтірік айтады. Гудир оған сенбейді. Бутчты тіпті жалғыз камераға отырғызумен қорқытады. Бірақ Бутч шындықты айтпайды. Кейін Бутч тісін жуып жатқанда, қасынан өтіп бара жатқан Бэнкс иығымен оны итеріп өтеді. Бутч оны ашу толы көзқараспен қарайды. Осы жерде кейіпкердің ішкі қайшылығы анық көрінеді. Бір жағынан, Бутч жаңа мекеменің ережелерін сақтап,
тезірек бостандыққа шыққысы келеді. Екінші жағынан ол өзіне және әлсіздерге зәбір көрсететіндерді жазалап, әділеттілікті орнатқысы келеді. Келесі көріністерде тұтқындар далаға жұмысқа шығарылады. Бірақ Макс жұмыс істемей, табиғатқа қарап, еркіндікті сағынышпен еске алады. Кейінірек Бутчты Сенстің кеңсесіне апарады. Бірақ тағы да ол тек сүрініп құлап қалғанын айтады. Нәтижесінде Сенс оны жалғыз камераға қамауға бұйырады. Келесі көріністе Макс мекеменің сыныбына кіріп, психологқа махаббат өлеңін оқиды. Психолог өлең өзіне арналған деп ойлап, оны сыныптан қуып жібереді. Кейін Бэнкс пен оның бұзақы достары Дэвисті есірткімен арбай бастайды. Әлсіз болып көрінбеу үшін Дэвис ұнтақты тартып алып, төсегіне құлап түседі. Кейін бұзақылар оның бетіне түрлі суреттер салып, санасын шатастырады. Дэвис паранойяға түсіп, айқайлап жылай бастайды. Бэнкс пен оның достары ұсталып қалмас үшін қашып кетеді. Біраз уақыттан соң Дэвис орнынан тұра алмай, еңбектеп дәлізге шығады. Гудир оны байқап қалып, жуынатын бөлмеге апарады. Ол оны суық душтың астына қойып, кейін тұзды су ішкізеді. Сосын Гудир екі саусағын оның аузына салып, құстыру арқылы денесіндегі заттарды шығарады. Осыдан кейін Дэвис те Бутч сияқты жалғыз камераға қамалады. Гудир оған көп су ішуді кеңес етеді. Кейінгі көріністерде жас тұтқындардың мекемеге есірткіні қалай кіргізетінін көре аламыз. Микин екінші деңгейдегі тұтқын, оның жұмысы кездесулер кезінде қоқыс жинау. Осы сәтті пайдаланып, ол басқа тұтқындарға жасырын заттар береді. Бір көріністе ол Бэнкске таблетка салынған пакет береді. Шамамен 48 сағаттан кейін Ангел, Дэвис және Бутч жалғыз камерадан шығады. Енді Бутч тек кек алу үшін дұрыс сәтті күтуде. Бір күні Луни мен Эккерсли пинг-понг ойнап жүріп, теледидар қарап отырған Дэвисті арандата бастайды. Басынан соққы алған Дэвис ашуланып, Луниге қарай беттейді. Сол сәтте Ангел қауіпсіздік камерасын жауып тастайды. Ал Бутч бөлмеге кіріп, Лунидің бетіне бірнеше ауыр соққы беріп, есінен тандырады. Сосын ол Эккерслиден Бэнкстің қайда екенін дөрекі түрде сұрайды. Дэвис пен Бутч әжетханаға қарай жүгіріп барады. Жолай Бутч металлы тісті қолына алады. Олар жеткен соң, Бутч Дэвиске қарауылда болуды бұйырып, өзі ішке кіріп, Бэнксті аяусыз ұрып соғады. Кейін Дэвис те ішке кіріп, Бэнкстен бұрынғы аяқ киімін қайта алады. Күзетшілер бұзақыларды жарақат алған күйде тауып алған соң, Гудир Бутчқа барып, оның әрекеті үшін ұрсады. Алайда бұзақылар ештеңе айтпағандықтан, ресми түрде жаза тағайындай алмайды. Соған қарамастан, Гудир оны бірнеше рет қатты итеріп жібереді. Бірақ ашуға булыққан Бутч өзін ұстап, күзетшіге қол көтермейді. Сол уақытта Дэвистің анасы келіп, мекемені сотқа бергісі келетінін айтады. Алайда Дэвис одан бас тартады. Өйткені егер басқа тұтқындар бұл жайында білсе, оған одан да қатты зәбір көрсетуі мүмкін екенін түсінеді. Бэнкске болған оқиғадан кейін Бутч, Дэвис және Ангел мекемешінде тыныш өмір сүреді. Олар бұрынғы өмірлері жайлы әңгімелесіп, әзілдесіп жүреді. Бірақ Шэдоу лақапты тұтқын Бутчты өз тобына қосқысы келеді. Шэдоу оның көмегімен тобын күшейткісі келеді. Бірақ Бутч мекемешіндегі есірткінің таралуын жақтырмайды. Психологпен болған топтық сеанстан кейін Бутч мекемеде есірткі таратушы Микинді іздеп барады. Ол Микинді іздеп тауып, Шэдоуға арналған таблеткаларды тартып алады. Уақыт өте келе, жаңа тұтқындар мекемеге үйрене бастайды және бір-бірімен жақын араласа түседі. Дэвис өзінің сүйіктісінің әдемі анасымен көңіл көтергенін айтып, басқаларды күлдіріп қояды. Жігіттер спорт арқылы ашуларын басады. Дэвис віши балалар ойында жеңіп, мекемешінде белгілі бола бастайды. Бір күні Бутч достармен кір жуатын бөлмеде отырады. Олар әрқайсысы отбасылары жайлы, және бұл жерден шыққан соң не істейтіндерін айтып, әңгімелесіп отырады. Көп ұзамай Гудир келіп, оны басшының кеңсесіне алып кетеді. Сол жерде Бутчқа бұған дейін шабуыл жасаған күзетшіге қатысты тергеу басталғаны хабарланады. Кейін мынау белгілі болады, Бутч шабуыл жасаған офицер бұған дейін көптеген жасөспірімдерді физикалық түрде қорлаған екен. Сондықтан Бутчтың әрекеті өзін өзі қорғау ретінде қарастырылады. Осыған байланысты, егер ол келесі аптаға дейін тәртіпті болса, босатылуы мүмкін екені хабарланады. Кейінірек Шэдоудың адамдарының бірі Хэмилл асханада Микинге шабуыл жасап, бетіне пышақпен тілгі салады. Бұл Микиннің Шэдоуға дәрілерін жеткізбегені үшін жасалған жазалау. Бұдан соң күзетшілер жатақханаларды тінтеді, бірақ ештеңе таппайды. Ешкім де тіс жарып ештеңе айтпайды. Бутч Шэдоуды тауып алып, шүберекпен тұншықтырады. Кейін оны жерге итеріп, ендігәрі Микинге не істегенін қайталамауын қатаң түрде ескертеді. Соңында Шэдоудың дәрілерін жерге лақтырып кетіп қалады. Келесі көріністе Гудир Сенстен қызының туған күніне бару үшін демалыс сұрайды. Бірақ Сенс рұқсат бермейді. Ол мекемедегі шабуылдардың жиілеп кеткенін алға тартып, Гудирдің өз орнына отыруы қажет екенін айтады. Кейін Гудир әйелімен сөйлесіп, туған күн кешіне неге бара алмайтынын түсіндіруге тырысады. Сол уақытта Ангел қабырға бояу кезінде жалаңаш әйелдің суретін салып қояды. Әйелімен болған келіспеушіліктен ашуға булыққан Гудир Ангелді ұстап алып,
қабырғаға итеріп жібереді. Ангел басын соғып, есінен танып қалады. Буч оның басынан қан ағып жатқанын байқап қалады. Бір сәттен кейін Сенс пен күзетшілер жетеді. Гудирдің басшысы не болғанын сұраса да, ол үндемей тұрады. Бұл көрініске куә болған Буч Гудирге қатты ашуланып, неге шындықты айтпай жатқанын бетіне басады. Буч тергеу біткенше қайтадан жалғыз камераға қамалады. Осы сәтті пайдаланып, бұзақылар Луни мен Эккерсли кек алу мүмкіндігін күтіп жүрген болатын. Олар кір жуатын бөлмеде жалғыз қалған Дэвиске шабуыл жасап, оны ұрып соғып, Луни одан да жаман әрекетке, сексуалды зорлыққа бара. Кейінірек Буч жалғыз камерадан шығып, асханада Дэвиспен кездеседі. Дэвис болған жағдайды айтпақшы болады, бірақ Буч оған босатылуға жақын екенін айтады. Мұны естіген Дэвис, егер Бучқа шындықты айтса, ол Луниді өлтіріп қоятын шығар деп үндемей қалады. Сол түні Дэвис ұйықтай алмай, үреймен өмір сүріп жатқанын түсінеді. Сағат түнгі 3 шамасында ол дабылды қосып, күзетшіден анасымен сөйлесуге рұқсат сұрайды. Бірақ күзетші одан бас тартып, таңертең ғана рұқсат берілетінін айтады. Дэвис үмітсіз күйде қайта-қайта дабылды баса береді. Бірақ күзетшілер ашуланып, оны өшіріп тастайды. Көмексіз әрі қорланған Дэвис төсегіне қайтып барып, өзіне қол салады. Білектерін кесіп, сол түні қансырап қайтыс болады. Оның денесін таңертең Гудир табады. Сол уақытта белгілі болады, Ангелде ауруханада көз жұмған. Келесі күні асханада үнсіздік орнап, кенеттен бір тұтқын өлді деп айғайлайды, оған бүкіл жасөспірімдер қосылады. Бұл сәтте Буч Луниге ашулы көзқараспен қарап отырады. Ал Луни болса қорыққан күйде дірілдейді. Кенеттен Буч қабырғаға орындық лақтырып, бұл бүлікке ұласады. Тұтқындар мен күзетшілер арасында зор жанжал басталады. Буч ашу үстінде Луниді қатыгездікпен сабап тастайды. Қалқандар мен дубинкаларда бүлікті тоқтата алмай қалады. Сенс күзетшілерге асхананы қоршауды бұйырып, арнайы жасақ шақырады. Олар түтін бомбалары мен резеңке оқтарды пайдаланады. Осы хаос кезінде Макс асүйдің жұқа қабырғасын сындырып, Бучты қоқыс шығатын бөлмеге қарай бағыттайды. Буч оны бірге қашуға шақырады. Бірақ Макс бас тартып, қайта ішке кіреді. Бірнеше әрекеттен кейін Буч есікті сындырып, сыртқа шығады. Бір сәтке еркіндікті сезініп, жымиып үлгереді. Алайда күтпеген жерден күзетшілер оны ұстап алып, ұрып соғады. Бір күзетші оның аяғын сындырып жібереді. Ауырсынған Буч айғайлайды, оны қайтадан мекемеге сүйреп апарады. Фильм осылайша аяқталады. Бучтың да, көрерменнің де еркіндікке деген үміті үзіліп қалады.